Қайырлы күн, бүгін мен сіздерге осындай керемет өте дәмді духовкада шашлык пісіруді үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Нанымызды осылай кесіп, бір кесе суға бұқтырып аламыз. Фаршымызды 2 рет шығаруымыз керек мясорубкадан. Сосын үстінен нан, чеснок және пиязымызды шығарамыз. Дәл осындай оригинал рецепттерді іздеп жүрсеңіз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Үстінен тұздығымызды, жұмыртқа және майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай ұрып, жақсылап бір-бірімен біріктіреміз. Енді аз-аздан алып, осылай домалақтап шығамыз. Әркім арқалай істеуі мүмкін. Мен әдейі үлкендеу қылып алдым. Сондықтан менде 12 штук шықты, ал сіздерде 20 штук немесе одан көп, одан аз қылып, қалауларыңызға қарай істей берсеңіздер болады. Енді қолымызды аз-аздан сулап, осылай шпажкаларға жақсылап орналастырамыз. Майланған листтерімізге тереміз. (180-200 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей шашлыктеріміз өте дәмді болып шықты. Видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.